Армысыздар, Әуес ТВ YouTube арнасының тұрақты көрермендері, эфирде зияткер интеллектуалды ойыны. Әрине бұл ойынды Мұхтар Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан зерттеу университетінің колледжі ұйымдастырып отыр. Жұмысшы мамандықтар жылы аясында ұйымдастырылып отқан бұл сайысқа қаламыздың 18 колледжінен 18 команда бақ сынасты. Әрине 1-8 ойындарынан жеңіске жеткен 9 команда 1-4 ойындарына жолдама алған. Бүгін сол 1-4 ойындарының 4-ші сайысына да кезек беретін боламыз. Ендеше командалармен таныстыруға рұқсат еттіңіздер. Менің оң қанатында отырған индустриалды техникалық колледжінен құралған Айбат командасы, команда капитаны Убайдуллаева Асила ханым. Менің сол қанатында отырған әрине Мұхамеджан Тынышбаев атындағы Шымкент АЛТ көлік колледжінен құралған АЛТ крандары командасы, команда капитаны Әбдірәсіл Қуандық мырза. Қысқаша әрине ережелермен таныстырып өтеміз. Командаларға қойылатын 6 сұрақ. Команда капитандары кезек-кезегімен сұрақ таңдайтын болады. Сұрақты таңдаған командаға 1 минут уақыт береміз. 1 минутта команда дұрыс жауап бере алмаса, жауап беру құқығы қарсылас командаға берілетін болады. Егер командалар тең түскен жағдайда, команда капитандары өзара бақ сынасып, қойылған сұраққа кім бірінші әрі нақты жауап берсе, сол капитан командасымен бірге жартылай финалға жолдама ұтып алатын болады. Әрине берілген жауаптар кішкене күмән тудыратын болса, біздің арнайы ол жөнінде сарапшыларымыз отыр. Абишев Рахымжан мырза, Сандыбаева Сандуғаш ханым бүгін бізде сарапшылар. Ережелермен таныстық, командалармен таныстық. Ендеше бірінші сұраққа кезек беретін боламыз. Асила ханым, Айбат командасы сұрақты таңдайтын болады. Алғашқы сұрақ. Суға қай кезде қолды кесіп алуға болады? Уақыт кетті. Уақыт, Асила ханым. Бұл сұраққа мен өзім жауап берем. Мұзға құлаған кезде. Мұз суға құлаған кезде. Мұз суға құлаған кезде. Қысты күні. Қысты күні мұз суға құлаған кезде. Сіздерде жауап бар ма? Біздің де жауабымыз мұз, яғни су қатты күйде болған кезде, мұз күйінде болған кезде мұзға адам қолын кесіп ала алады деп ойлаймыз. Жақсы. Ал енді мен дұрыс жауабын оқиын. Сарапшылар мұқият жауапты тыңдап алыңыздар. Суға қай кезде қолды кесіп алуға болады? Мұз болған жағдайда. Енді сарапшылар Айбат командасы мұз суға құлаған жағдайда деді. Ал енді АЛТ крандары мұз болған жағдайда деді, судың қатқан кезде деді. Сонымен сарапшылар шешім өздеріңізде. Сарапшылардың шешімі бойынша ұпай логика дұрыс Айбат командасына берілетін болады. Құттықтаймыз. Екінші сұраққа кезек береміз. Қуандық мырза.
Канада ормандарында бұғылар ағаштардың ең жоғарысында өсетін майда жапырақтарды жеу үшін үнемі басқа жануарды бақылап отырады. Ол қандай жануарды бақылап отырады? Уақыт кетті. Уақыт. Қуандық мырза. Бұл сұраққа мен өзім жауап беретін боламын. Біздің ойымызша ол бұғы талдың үстінде жапырақтың түскен күтіп тұрады, ал оған жапырақты тиін атты жануар түсіріп болмаса солай көмектеседі деп Жақсы. ойлаймыз. Жалпы жауабыңыз түсінікті. Асила хан, сізде жауап бар ма? Мен бұған өзім жауап берем. Менің жауабым құндыз. Себебі құндыздар олар үй немесе плотина дейді ғой. Құрастыру үшін олар бірінші ағашты кесетін, бұтақтарын кесетті. Сол кезде ағаштарда сол бұтақтары мен жапырақтар түседі бірге. Канада ормандарында жауабыңыз түсінікті. Канада ормандарында бұғылар жалпы ағаштардың ең жоғарысында өсетін жапырақтарды жеп қоректенеді. Сол майда жапырақтарды жеу үшін олар үнемі басқа жануарларды бақылап отырады. Себебі олардың бойлары жетпейді, ал оларға, бұғыларға көмектесетін ол әрине құндыздар екен. Құндыздар жақсы. Айбат командасы екі сұрақтың екеуіне де дұрыс жауап берді. Есеп 2-0. Мархабат, Асила хан, сұрақ таңдаңыз. Екі сұрақ қойылды. Екі сұрақтың да жауабы дұрыс болды. Үшінші сұрақты тыңдап көрейік. Екінші дүниежүзілік соғыс кезінде Тегеран конференциясында кездескен үлкен үштіктің лидерлері кімдер? Уақыт кет. Екінші дүниежүзілік соғыс кезінде Тегеран конференциясында 3 лидер кездескен екен. Олар кімдер екен? Қазір 35 секундтан кейін білетін боламыз. Уақыт кетті. Екінші дүниежүзілік соғыс кезінде Тегеран конференциясында кездескен үлкен үштіктің лидерлерін қазір маған Асила ханның командасы айтатын болады. Сонымен менің командамда Досымжан жауап береді. ақш, Германия, Ресей лидерлер кездескен. ақш, Германия, Ресей. Сіздерде жауап бар ма? Біздің командада Нұрасыл жауап береді болады. Біздің ойымызша Сталин, Гитлер,
Қытай деп ойлаймыз. Сталин, Гитлер, Қытай? Сұрақты негізі мұқият тыңдасаңыздар, лидерлер кімдер дедім мен. Үлкен үштік қай мемлекеттер деген сұрақ болған жоқ. Үлкен үштіктің лидерлері олар Сталин, Черчилл және Рузвельт екен. Жауап дұрыс емес, ұпай ешкімге берілмейді. Сонымен төртінші сұраққа кезек береміз. Қуандық мырза, сұрақты таңдай қойыңыз. Сұрақты негізі мұқият тыңдаңыздар. Мен мемлекет деген жоқпын, лидерлер дедім. Әзілхан Нұршайықовтың «Ақиқат пен аңыз» роман диалогы кім туралы? Міне, бірден айылты қырандары жауап береміз деп отыр. Егерде қазір, достар, Қуандық мырзаның командасы дұрыс жауап берсе, 1 минут үнемдейді, кейін пайдаланылады. Сонымен, кім туралы екен? Әзілхан Нұршайықовтың «Ақиқат пен аңыз» шығармасы ол Бауыржан Момышұлы жайында жазылған. Есеп 2-1. Өте дұрыс жауап. Айылты қырандары 1 ұпайға ие бол, және де 1 минутты үнемдеді. Келесі кезек Асила ханым 5-ші сұрақты таңдайтын болады. Қазір 1 минуттан кейін 5-ші сұрақтың жауабын білетін боламыз. Жалпы құстарды жақсы көресіз бе, Асила ханым? Ендеше сұрақ дәл сізге бағытталған екен, онда жақсы көрсеңіз. Қарлығаштарға мән берсеңіздер, бір қарлығаш жылына 1 рет балапандайды. Ал кейбіреулері 2 рет балапандайды. Себебі неде? Осыны 1 минуттан кейін айтып беріңіз. Тамаша. Асила хан. Менің командамнан Досымжан жауап береді. Қарлығаштар негіз жылына 2 рет балапандайды, ал кейбір қарлығаштар үй соғуына байланысты жылына 1 рет балапандайды. Жақсы. Сіздерде жауап бар ма? Жауап бар ма деймін? Айтыңыз. Бұл жылы жаққа ұшқанына байланысты ойлаймыз. Өйткені қарлығаштар көктемде бізге келген кезде балапандайды. Одан кейін олар сол балапандарын жетілдіріп, одан кейін ол күзде жылы жаққа барады. Жылы жаққа барған кезде ол жақта да балапандайды деп есептейміз. Жақсы, түсінікті. Жылы жаққа. Балапандар жалпы жылына 2 рет балапандайды. Кейбіреулері 1 рет балапандайды. Неге 1 рет? Яғни ұясы барлары 2 рет балапандайды, ұясы жоқтары ұя соғумен уақытын өткізіп алады екен. Әрине өте дұрыс. 1 ұпай сіздерге. Жақсы. Асила ханның командасына 1 ұпай берілді. Есеп 3-1. Ең соңғы сұрақ. Қуандық мырза. Өте жақсы. Асила ханның командасы өте жақсы келе жатыр. Есеп 3-1.
Ер адам дүкенге кіріп шұжық сатып алып кесуді сұрайды. Бірақ сатушыдан көлденең емес, тігінен деп айтады. Сонда сатушы одан сен өрт сөндірушісің бе деп сұрайды. Сатып алушы я деп жауап береді. Сатушы оның өрт сөндіруші екенін қайдан білді? Уақыт кетті. Жақсы. Айылты қырандары, Қуандық мырза кім жауап береді? Біздің топтан бұл сұраққа Бекасыл жауап береді. Бекасал? Менің ойымша ер бала өрт сөндіру киіммен кірген магазинге. Ер адам дүкенге кіріп шұжық сатып алады, бірақ шұжықты көлденең емес тігінен кесіп беріңізші деп өтінеді. Сонда сен өрт сөндірушісің ғой дейді. Қайдан білді? Бұл жерде шұжықтың сұраққа дымда қатысы жоқ. Ол ер адам өрт сөндіруші киімін киіп алған, соған байланысты дүкенші солай білген. Әрине дұрыс бір ұпай айылты қырандарына беріледі. Сонымен есеп достар 3-2 аз ғана басымдылықпен жеңіске жеткен индустриалды техникалық колледжінен құралған Асила ханымның командасы Айбат жартылай финалға жолдама алды. Құттықтаймыз, құтты болсын дейміз. Ал әрине біз айылты қырандармен осы жерде қоштасамыз достар. Мінекей 1-4 ойындарының 4-ші сайысы да өз мәресіне жетті. Біз сіздермен қоштаспаймыз. Зияткер ойындарының келесі сайыстарында жолыққанша сау, саламатта болыңыздар.